Мынау Мәшһүр Жүсіп деген ғұлама болған, білесіздер, Шәкәрімнің құрдасы. Абай Шәкәрімнің ағасы болғаннан кейін Мәшһүр Жүсіпті аса қатты бір санамаған ғой. Содан Абайдың ауылына Мәшһүр Жүсіп келді дегенде, Абай осындай 6 қанат киіз үйдің ішінде таспихын тартып отырса керек, бір уақытта шабарман келіп, Абай аға, Мәшһүр Жүсіп келді депті. Мәшһүр Жүсіп кіріп келіп, ассалаумағалейкум Абай аға деп төрге сәлем беріп тұрса, Абай таспихын тартқан бойда қолын көтеріп, тұр дейді. Табалдырықтан аттар-аттамас Мәшһүр Жүсіп тұрғанда Абай айтыпты: айтшы, сені жұрт мәшһүр дейді ғой дейді. Оның аты Жүсіп қой енді. Мәшһүр болсаң айтшы, жақсылық қайда, жамандық қайда, Құдай қайда дейді. Сонда Мәшһүр Жүсіп ойланбастан табалдырықта тұрып, егер алған қатының жақсы болатын болса, үйіңде азаның шақырулы, қазаның оттан түспейді, ажарың кірді, базарың тарқамайды. Бұл жақсылық емей немене, жұмақ сол үйді, бұл жақсылық деп айтты дейді. Егер алған қатының нашар болатын болса, азаныңның дауысы сөнді, қазаның оттан түсті, базарың тарқады, ажарың қашты, ұрыс керіс болды. Бұл жамандық емей немене, тозақ деген осы емес пе дейді. Ал Құдай қайда дейсіз бе дейді. Құнанбайдың Абайының Құдайын қайдан білейін, Мәшһүр Жүсіптің Құдайы жүрегінде дейді. Сонда Абай тұрып, ей айналайын, Мәшһүр екесің, кел деп, екеуі төс қағыстырып 3 күн 3 түн әңгімелесті дейді.